Ишік, орыс халық ертегісі. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алақайда кіп-кішкентай ескі ишік тұрған. Бірде оның қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап, сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос ишікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін ишіктің маңына секіріп бақа келеді. Сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? Мен тықырлауық тышқанмын. Ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Кел бірге тұрайық. Бақа, бақ деп бақылдап ишікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді ишік қасына ытқып қоян жетеді. Сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? деп сұрайды. Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің? Мен қорқақ қоянмын. Кел, бірге тұрайық. Қоян да ишікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл ишікті түлкі көреді. Ақырын басып жақын келіп терезесін қағады да: сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? деп сұрайды. Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің? Мен қу түлкімін. Кел, бірге тұрайық. Ишіктен түлкіде орын табылды. Достар енді төртеу болды. Ишікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? деп сұрайды. Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық. Қасқыр қысыла, қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де кіп-кішкентай ишікке бесеуі де сүйіп кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю ишік тұрғандарының салған әнін естиді. Ол ишікке жақын келіп, бар даусымен: сөп-сүйкімді кіп-кішкентай бұл ишікте кім бар? деп ақырады. Мен тықырлауық тышқанмын. Мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал мен болсам сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен қорбаңбай аюмын. Кел, бірге тұрайық. Аю ары-бері тырбыңдап ишікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенімен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю: ендеше мен ишіктің шатырына шығып тұрайын, дейді. Жоқ, сен дәусің. Сені кішкентай ишігіміз көтере алмайды. Қиратасың ғой, деп шырылдайды іштегілер. Қорықпаңдар, түк те болмайды, деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кіп-кішкентай ишіктің тұрғандары амалсыздан келіседі.
Аю қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен ескі үйшік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы аман-есен үйшіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Да барлығы бірігіп ағашты тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша достар өздеріне әп-әдемі жап-жаңа үйшік соғып алыпты.